Ассалаумалейкум, Ерболат аға. Сіздің осы келе жатырған сайлауға көзқарасыңыз қандай? Рахмет, Аслан. Енді өздеріңізге белгілі, ертең сайлау болайын деп отқаны. Енді осы елдің тұрғыны болғаннан кейін, осы өзімнің ойымды сіздермен бөлісіп кетейін деп едім. Енді өздеріңіз білесіздер, осы 30 жылдан бері қарай осы Нұр Отан елді басқарып келе жатқанын білесіздер. Бірақ осы 30 жылда жаңағы қай бастаған бастамаларын аяғына шейін жеткізген жоқ. Сол бізде 30 жылда сол баяғы жол салу, мектеп салу, таза сумен қамту проблемасы так сол күйінде, ашық күйінде қалып қойып жатыр. Бұл не дегеніміз жаңағы Нұр Отан партиясының жасап отырған қызметкерлерінің жаңағы орталықтағы болмаса сол облыстағы басшыларының өздерінің жұмыстарын толығымен халықпен жұмыс жасап толығымен жұмысын атқара алмағанды кесір деп есептеймін. Не десеңіз, біздер осындай үлкен байлықпен отырып, барлығы 18 миллион деп айтып жатырық қой, ол да енді белгісіз. 18 миллион халықты қамти алмауы, сөйтіп жүріп сәбилеріміз шырылдап квотаға жете алмай, жетімдеріміз, аналарымыз квартираға қол жеткізе алмай жүргенде, сол ұйымдастыру қабілеттілігінің төмендіктерінен деп есептеймін. Сондықтан алдағы уақытта өзгеріс болсын десек, біздер сол басқа партияларды қолдап, басқа партияларға дауыс берулеріңізді сұраймын. Сонымен қатар жаңағы өзім мысалы кәсіппен айналысып жатырмын. Кәсіп дегенде сол халыққа қызмет көрсету. Кезінде осы кәсіпті жаңағы бір линия сияқты ашып істеймін деп қолға алған кезде, бұдан 10-15 жылдай бұрын үкіметтің маған сол кәсіпті ашу үшін жаңағы дамудың жартысын төлеу мен сосын 3 айлық каникулынан басқа үкіметтің көмегі болған жоқ. Ол деп тұрсаңыз, ол дегеніңіз біздің мына үкіметтің беріп отқан көмегі жаңадан ашылып отырған кәсіпорынға ол өте мардымсыз. Мысалы рынок жаңағы қазір бүкіл жаңағы конкуренция өте көп. Бәленбай жылдан бері жасап келе жатқан кәсіптері бар, олардың ғасырлар бойы жинаған жаңағыдай опыттары бар. Ал енді біздер мысалы бүгін аша салып, ертең біздер солармен конкуренция болып кетуіміз, жаңа дамудың берген 50% скидкасымен процентінің, сосын 3 ай каникулымен біздер олармен жаңағы конкуренция жасай алмаймыз. Сондықтан үкімет осы жөнінде үлкен қателік жасап отыр. Бізде қазір ешқандай кәсіпорындар дамып жатқан жоқ. Ашылады да жабылады. Кредиттің ақшасының бар кезінде жұмыс жасайды да, сосын кредиттің ақшасы біткен кезде ол да тоқтайды. Ондайлардың өздеріңіз бәрін білесіздер. Сондықтан қандай проблемамен не істедім? Мысалы, егер біздер осы мен жаңағы аяқ киім өндіру, аяқ киім фабрикасын ашу жөнінде, мысалы, біздің облыстың әкімі мысалы сол сондай кәсіпті ашардың алдында бүкіл кәсіпкерлерді жинап алып, егер осындай біз ашатын болсақ, мысалы, біреуіміз бір кәсіпкерге жаңағы
табандарын өндіреді, табан шығаратын, бір жерде жаңағы ступенаторын, басқа жерде фурнитурасы. Сондай өзі облыстың әкімі өзі осы жерде как хозяин ретінде осының бәрін ұйымдастырып жіберу керек еді. Сонда ғана біздер конкуренцияға қарсы тұрып жаңағы кәсібімізді ары қарай дөңгелентіп кетуге мүмкіндік болатын еді. Ал енді қазір бүкіл ауыртпашылық мысалы бізде ашылды да, мысалы қазір жабылды, маман жоқ, әкімнің мысалы бірден бір жұмысы мысалы мына колледждерді ашып мамандар дайындап деген сияқты. В общем, ұйымдастыру өте нашар бізде. Соның кесірінен қолдағы бар ақшаларды ұйымдастыру, қолдағы бар ақшаларды бізде енді жаңағы мұнайдың ақшасын, басқа да қазба байлықтардың ақшасын пайдаға жарата алмай отырық. Оқсата алмайды, Оқсата алмай отырық, иә, ұйымдастырудың кесірінен. Енді сол қысқаша айтқанда сондықтан сіздерден сұрайтынымыз енді келе мына жаңа партияларға дауыс беріп, жаңа кісілерді, қолынан келетін кісілерді қолдауыңыздарды сұраймын. Сосын енді тағы айтып кететін нәрсе, мысалы мен өзім кәсіппен айналысып жатқаным көп болды ғой, сонда енді біраз нәрселерді ой сүзгісінен өткізесің ғой. Енді мен мысалы менің қолымда мүмкіндік болса, мен былай істер едім. Мысалы мына енді біздерде ең басты мәселе жастар. Жастарда жұмыс жоқ, жастар бүкіл проблема жастарда. Мысалы олар біздің болашағымыз дей отырамыз да, бірақ соларға жаңағы тиісті деңгейде көңіл бөле алмаймыз. Мен мысалы мынадай бір ойымды бөліскім келеді. Мысалы біздерде мысалы мынадай заң болса, егер мектептен шыққаннан кейін определенный бір 25 жасқа 25 па 26 жасқа келгенше жаңағы жастарымыз жаңағыдай кәсіппен, жұмыспен айналысу керек. Жаңағы непрерывный деді ғой, жаңағыдай стажы болу керек. Мысалы армияға барып келді ма, ол да стаж, оқуда болды ма, ол да стаж. Осындай тығыз жаңағы стажбен 26 жасқа, допустим, келгенде ол кісілерге үкімет бір бөлме беру керек жастарға. Сондай болу керек деп есептеймін. Сол кезде біздің жастарымыз оларда бір мотивация болады жұмыс жасауға, жаңағы стаж жинауға, армияға баруға, оның бәрі есептелу керек. Сосын мысалы түрлі мекемелерде, жаңағы жеке кәсіпкерлерде жұмыс жасаған кезде олар мысалы заңды жұмыс жасау керек. Заңды жаңағы жұмыс жасап, жаңағы определенный жаңағы жасқа дейін стаждарын жинау керек. Оның бәрі заңды болу керек. Сол мезгілде мысалы кәсіпкерлерде мысалы өздерінің қазіргі мысалы минимальный зарплат беріп не істеп отырады ғой, сол доходтарын жасырып. Сол кезде олар да мысалы өздерінің налогтарын төлейді. Олар да мысалы жұмыстары көрсетіледі, үкіметке доход түседі. Самый главный енді бұл жерде айтып кететін, жастар уже талпынатын болады. Есть на что стремиться дейді орысша айтқанда. Содан кейін самый главный біздерде қазір жастар арасында жаңағы айырылысып кету өте көп қазіргі таңда. Ол нені білдіреді? Мен ойлаймын, ол біріншіден жұмыс жоқтық. Екіншіден жаңағы үйі жоқ. Олар жаңағы ағасымен, әкесімен, қарындасымен жаңа үйленіп алып солармен бірге тұрады. Сосын келетте тар үйде тұрып, даже бір шыны керек, енді ұлы сөздің несі жоқ, бір қарым қатынаста жасай алмайды, мысалы бір бөлменің ішінде. Содан келіп олар дейтін айырылысу деген бәрі осыдан басталады. Ал егер жаңағыдай бір не істесек, мысалы екі жас қосылса, екі бір бөлмелі комнатаны қосып, екі бөлме. Қазақстанның
жастардың біздің демографияның проблемасын да шешіп мына айырылысу процесінде тоқтатуға тура келді. Ол сондай бір кішкентай ғана нәрсе, бірақ өте маңызы бар деп есептеймін. Әртүрлі саланы қамтиды. Мысалы біздер жастар, біз самый главный қазір жастарды тәрбиелеуіміз керек, жастарды дейтін еңбекке тәрбиелеуіміз керек, жастарды жаңағыдай бағыттауымыз керек. Сол мезгілде осы бір ерекше бір өзінің нәтижесін көрсете ме деп есептеймін. Сол сияқты енді кезінде өзім ауыл шаруашылығымен де айналыстым. Енді айтып кетейін қысқа өзімнің ойларымды. Ауыл шаруашылығында қазіргі осы енді 30 жылда почти ауыл шаруашылығы, ауыл деп қанша кредиттерді бөліп, олар дейтін жаңағы суға сепкенде болып кетіп қалып жатады. Ешқандай қайтарым жоқ ештеңе емес. Оның ең бірінші халыққа пайдасы жоқ. Неге десеңіз, оның бір көп факторлары бар. Неге десеңіз, біріншісін айтайын. Мысалы ауылда кісілер малды өсіріп алып келеді де, жаңағы енді условиясын өздеріңіз білесіздер, ауылда алып келген малын мына жердегі перекупщик сатып алады. Бағаны, еттің бағасын перекупщик қояды. Ал на самом деле еттің бағасын етті әкеліп тұрған кісі қою керек. Ол не қалай шығару керек? Ол жаңағы жеген жемін, жеген шөбін, қанша жыл соны сиыр малын жаңағы ухаживать етіп, жаңағы өсіргенін, қанша еңбегін есептеп, жаңағы 3000 теңге бола ма, сосын әкеліп, сосын сондай қылып сату керек. Біздерде келеді де, мына жерде базарға келіп, жаңағы базардағы перекупщиктің айтқан ценасына беріп кетеді. Содан келеді де, мына кісілердің жігері құм болып, ауылдың жаңағы жасап жатқан кісілердің еңбегі жаңағыдай еңбектері жемісін бермей жатады. Сондықтан ауыл көтерілмей жатады. Ол бір. Содан кейін енді шыны керек, қайтып өткен заман қайтып келмейді. Енді былай қарасаң, енді үкіметке менің өзім ойым, тек және қазір мына жерде өздерінің бағытын айырып алу керек сияқты. Неге десеңіз, ауылды қолдайсыз ба, әлде ауыл шаруашылығын қолдайсыз ба? Осыны не істеп алу керек? Екі осы бағытын айырып алу керек. Потому что ауылды көтеру, менің ойымша, ауылды көтеру мүмкін емес енді. Ол 50 жылда ел жаңа дейді, ол енді ол келмейтін нәрсе. Заман өзгеріп жатыр. Сондықтан енді бәрі ауылға қайта көшіп бармайды. Ауылды көтеру, ол енді ауыл көтеру деген мүмкін емес нәрсе. Ол енді бір определенный бір точкаларда болуы мүмкін де, енді основной масс ауыл көтермейтін халге жетті. Енді біздерге тек ауыл шаруашылығын көтеруіміз керек. Ауыл шаруашылығын көтеріп, жаңа именно мал бағатын, кәсіппен айналысатын кісілердің жағдайын жасауымыз керек деп есептеймін. Сондықтан енді сол да жаңағы біздің осы ұйымдастыруымыздың арқасы деп есептеймін. Сол ауылдың да осы туралап отқанына, жаңа ауыл шаруашылығын вернее. Сосын тағы айтып кететін нәрсем, жаңағы қазіргі уақытта тілдің мәселесін қазір көп көтеріп жатыр. Мен өз ойымды айтып кетейін. Тіл деген өте керек қазақ елі үшін. Дей тұрғанмен де, бірақ тап осы қазір осы тілдің мәселесін қазір осы тап қолға алуға керек емес деп есептеймін. Неге десеңіз, тілдің мәселесін жаймен шешетін уақыт өтіп кетті. Енді мынадай өз басым айтайын, просто ауыспалы кезеңде тілдің мәселесі керек емес. Неге? Ол тілдің мәселесін біздер егер болашақта еліміздің барлық салада экономикасын көтеріп, жаңағы еліміздің халықтың күнкөрісінің деңгейін көтеріп, жаңағыдай еліміздің
несін көтерсек, статусын жаңағыдай халықтар арасында, елдер арасында біздің жаңа барлық салада экономикамыз дүрілдеп жұмыс жасап тұрса, жаңағыдай сол кезде біздің емес, не то что біздерге емес, бізге келіп жатқан кісілердің өзі ертең қазақша үйренуге тырысатын болады. Сондықтан біздер қазір тілге жабыспай, біздер қазір мына өтпелі кезеңде өтіп алып, елдің экономикасын барлық салада дамытып, жаңағыдай сол кезде ол бізге айтып отырмын ғой, біздің іштегі емес, даже сырттан келген кісілердің өзі үйренетін болады. Біз соған өзіміз жеткізуіміз керек. Ане қазір осы балақтан кесіп, осы жоқ, біз тілді үйретуіміз керек. Ол былай қарасаңыз, мен өзімше ойлаймын, ол утопия, потому что заставить ету болмайды. Сондықтан жаңағы өзіміздің мәдениеттілігімізбен, жаңағы біз сол экономикалық жағдайымызбен елімізді көтеруіміз керек. Сол кезде проблема шешіледі. Олар өздері үйренетін болады. Біздер қазір қазақ тілін үйрету үшін қыруар үкімет қаржысын бөліп жатыр. Ол ақшаны лучше басқа бір керек нәрселерге жою керек. Миллиардтаған ақшаларды мысалы қазақ тілін үйрену үшін жаңағы бүкіл мектептер ашып, класстар ашып, сондай бұл бездарный әрекеттер жасайды. Нәтижесі жоқ, нөл. Оны просто жаңағыдай экономикаға салып, экономикамызды көтеріп, мәдениетімізді көтерсек, ол айтып отырмын ғой, біздегі емес, еш сырттан келген кісілердің өзі үйренетін болады, қызық болады оларға, потому что біздің сол немізді түсіну үшін тілімізді. Енді сол сияқты біздің жаңағы қазір енді ұлтаралық қарым-қатынастардың да осы табысы қазір бір кезеңі болып тұр, жаңағыдай қалай айтсам болады, бір қиын кезеңдер деп айтуға болады, потому что жаңағыдай мынау Россияның депутаттары жаңағыдай жердің мәселесін қозғап, сондай бір ұлттық мәселелерді қозғап, сондай уақытта тоқталып жатыр қазір. Сондай. Енді мен айтып кететінім, өз ойым, конечно, сол біздер әр ұлтты, мысалы, өзіміз әр ұлт, мысалы, мен қазақпын, мысалы, мен өзім қазақ, Америкада жүрсем де қазақты, мысалы, Қазақстанды, қазақтарды жақсы көремін. Оны мен жасырмауым керек. Сол сияқты біздегі жаңағы басқа ұлттар, орыс, басқа тіпті кореец, Әзербайжан, басқа ұлттар өзінің ұлтын, өзінің жаңағы тарихи отанын жақсы көреді. Олар қандай болса да, ол енді ол заңды, оны біздер жақсы көрсет, оларды көрмейсің, біздің Қазақстанды жақсы көруің керек, қазақша сөйлеуің керек деп біз талап қоя алмаймыз. Ол адамның ішкі дүниесіндегі нәрсе, оны біздер оған тіпті қақымыз жоқ олай істеуге. Олар жақсы көру керек өзінің тарихи отанын. Но бірақ олар сол өзінің тарихи отанын жақсы көргенін олар жасырмау керек. Біздер соған мына тұрғылықты халықтар, мысалы, өзіміз жағдай жасауымыз керек. Олар сол өзінің елін, тарихи отанын жақсы көретін адамдарын, то есть елін жақсы көретінін жасырмау керек олар. Жақсы көрсін, бірақ не ущерб, мысалы, коренной нации, например, сондай болу керек. А егер олар өзінің жаңағы жақсы көріп, егер біз өзіміздің жақтан қазақ елін жақсы көріп, олар жаңағы орыс елін жақсы көріп, сондай жатқан бір үнсіз жаңағыдай не болса, мысалы, былай айтқанда, жаңағы сондай бір атмосфера болса, онда ол жақсылыққа келмейді. Сондықтан ол ашылу керек. Оларға біздер сондай мүмкіндік қоюымыз керек. Олар жасырмау керек. Жабулы қазан, мысалы, қайнап, бір күні қақпағы атылады ғой. Сол сияқты соған жеткізбеуіміз керек. Біздер олар өзінің жаңағы тарихи отанын жақсы көру керек. Оны жасырмау керек. Оны барлық жерде, дастарханның басында, басқа да жерлерде айтып жүру керек. Но бірақ жаңағы біздің
елімізге ущерб жасамау керек. Біз оны соған мүмкіндік беруіміз. Сен өзің еліңді тарихи еліңді жақсы көрме деп заставлять ете алмаймыз. Сондықтан оларға біз қарсы жүруіміз керек. Олар солай ашылу керек. Сонда ғана біздер бейбіт өмір сүре аламыз ұлттармен. Сол қысқаша айтып кетейін дегенім осы. Енді айтып кете отырып ертең болайын деп отырған сайлауда өзінің тозығы жеткен Нұр Отан партиясына бермей басқа бір партияларды таңдап өздерінің құқықтарыңды қорғап қалыңыздар. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Еліміз аман болсын, дендеріміз сау болсын, еліміз тыныш болсын. Сол қысқаша айтайын дегенім. Рахмет сіздерге, Аслан. Рахмет Ерболат аға, айтқаныңыз келсін.